Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз жұмсақ песочный болып шығатын күшті самсаның тестасын дайындап үйренетін боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен бөлме температурасындағы сары май және 2 жұмыртқа, сметана қажет болады және шым тұз керек. Сметананың кез келген түрі бола береді, маңызды емес. Енді осыларды қолдың көмегімен бір-бір араластырып аламыз. Кейін оның үстіне ұнымызды қосып, жақсылап қамыр елеп шығамыз. Қамырымыз қатты жұмсақ болып қалмау керек. Қолға жабыспайтындай етіп илейміз. Қамырымызды орташа жұмсақтықта илеп алдық. Енді осы қамырды жарты сағатқа холодильникке немесе морозильникке салып аламыз. Қамырымызды холодильникке салғаннан кейін начинкамызды дайындап аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша дайындай бересіздер. Мен бұл жерде фарш және картошка кішкене асқабақ қосып жібердім. Ол процесті видеоға түсіруді ұмытып кетіппін, асығыс болғандықтан. Кейін қамырларымызды барлығын таразының көмегі немесе көз мөлшерімен барлығын біркелкі домалақтап дайындап аламыз. Яғни самсаларыңыздың барлығы бірдей шығу үшін. Енді самсаларыңыздың ортасына начинкасын салып, өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі формамен түйе берсеңіздер болады. Мен осындай формамен жасадым, осылай ұнағандықтан. Самсаларымыз дайын болып шықты. Тестасы песочный, югурский самсаның тестасы ұқсап шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер және менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар.